Қайырлы күн достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен әйгілі қызыл барқыт тортының рецептісімен бөліскім келіп отыр. Дәмі тілді үйіртер, өте дәмді және өте әдемі торт. Құрғақ ингредиенттеріміз ұн, какао, қопсытқыш және ас содасын жақсылап араластырып аламыз. Жұмыртқа және қантты миксермен көлемі ұлғайып ағарғанша араластырамыз. Үстіне айран, сұйық май және бояғышты қосамыз. Мен Топ Декор компаниясының қызыл түсті бояғышын қолданамын. Барлығын қайтадан миксермен жақсылап араластырып аламыз. Үстіне толықтай құрғақ ингредиенттерімізді елекпен елейміз. Барлығын ұнның түйіршіктері қалмайтындай қылып миксермен жақсылап араластырамыз. Мен ыдысымның салмағын алдын ала өлшеп аламын. Диаметрі 24 см болатын 2 корж пісіремін. Алдын ала 170 градуста қызып тұрған пеште 20-25 минуттай пісіреміз. Корждардың дайындығын ағаш пашканың құрғақ шығуынан білеміз. Корждар толықтай суыған соң формадан шығарамыз. Корждардың көмпиген жерін пышақпен абайлап кесіп алдым. Блендермен ұнтақтап, торттың үстіне себетін боламын. Корждар мынадай әдемі және өте жұмсақ болып пісті. Кремі үшін тоңазытқыштан жаңа шыққан салқын творожный сыр, кілегей және қант ұнтағын араластырамыз. Сыр және кілегей міндетті түрде салқын болу керек. Творожный сырдың орнына маскарпонені қолдануға болады. Подложкаға кішкене крем жағып, бірінші коржын орналастырамыз. Торт тіп-тік әдемі болу үшін мен кальцоны қолданамын. Үстіне кремнің жартысын жағып, лопаткамен түзеулеп шығамын. Екінші коржды орналастырып, кремін үстіне және жан жағына жағып шығамыз. Үстіне және жан жағына блендермен ұсақталған корждарды жабыстырып шығамыз. Өз еркімізбен әсемдейміз. Мен шие және қарлығанмен әсемдедім. Торт көз тартарлық әдемі және өте дәмді, өте жұмсақ болып шықты. Менімен болғандарыңыз үшін рахмет. Астына лайк басып, видеоға комментарий қалдырыңыздар. Менің каналыма жазылып, қоңырауды баса кетіңіздер. Алғысымды білдіремін. Сіздермен болған баршын. Келесі видеоларда кездескенше.